Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулық зор байлық. Дәрігердің қабылдауында үстеу. Жаңа сөздермен танысайық. Емхана, больница, тексеруден өтті, прошел обследование, жүрек, сердце, қан тапсыру, сдать кровь, дәрігерлік кеңес, консультация врача. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге бірнеше сұрақ қояйын. Үйіңнің жанында емхана бар ма? Сен емханаға соңғы рет қашан бардың? Емханаға кіммен және не үшін бардың? Осы сұрақтарға жауап беріңдер. Ал балалар, енді үстеу сөз табымен танысайық. Үстеу заттың әрқилы қимылы мен ісінің әртүрлі сындық, бейнелік, мекендік, мезгілдік, шарттық, мөлшерлік және күй жайларын және сынның белгісін білдіретін сөз табы үстеу деп аталады. Үстеудің 7 түрі бар. Бүгінгі өтетініміз мекен үстеу және мезгіл үстеу. Мезгіл үстеу қашаннан деген сұраққа жауап берсе, мекен үстеу қайда, қайдан, қалай, қарай деген сұраққа жауап береді екен. Үстеу дегеніміз іс-қимылдың түрлі белгісін білдіретін сөз табы. Көбінесе үстеу етістік сөз табымен байланысады. Үстеудің түрлері мен сұрақтарына тоқталып өтейік. Мекен үстеуі, сұрақтары қайда, қайдан, мезгіл үстеуі, сұрағы қашан, қимылсын үстеуі қалай. Мекен үстеуі қимылдың мекенін білдіреді. Мысалы, бала үйден шықты. Бала қайдан шықты? Үйден шықты. Қимылсын үстеуі әрекеттің қимылсынын білдіреді. Мысалы, оқушы сөмкесін әрең көтеріп келе жатыр. Қалай көтеріп келе жатыр? Әрең. Қимылсын үстеуі болады. Үшінші, мезгіл үстеуі. Қимылдың мезгілін білдіреді. Мысалы, кешке қарай. Бірінші тапсырма жұмысын орындайық. Сөйлемдердегі үстеудің түрлерін анықтаңыздар. Сөйлемді оқып, мұқият тыңдап отырыңыздар. Күндіз Мариям мен Раушан кездесті. Мариям мен Раушан қашан кездесті? Күндіз. Бұл мезгіл үстеуі. Екінші сөйлем. Екеуі дүкенге барды. Екеуі қайда барды? Дүкенге барды. Дүкенге деген үстеу мекен үстеуіне жатады. Келесі сөйлем. Олар үйіне көңілді қайтты. Олар үйіне қалай қайтты? Көңілді. Көңілді деген сөз қимылсын үстеуіне жатады. Бірінші тапсырманы орындайық, мәтінді оқиық. Мен анаммен бүгін таңертең емханаға бардым. Бірінші қабатта қан тапсырдым. Сосын жоғары көтерілдім. Емханада отбасы дәрігері, тіс дәрігері, көз дәрігері бар. Отбасы дәрігері мені жақсы таниды. Себебі ол бізді жыл сайын тексереді. Дәрігер менің жүрегімді тыңдады. Дәрумен ішуге кеңес берді. Ет, балық, сүт, жеміс-жидектің пайдалы фастфуд тағамдарының зиян екенін айтты. Сосын тіс дәрігеріне бардым. Ол менің тістерімді тексерді. Тіс дәрігері тістеріңді таза ұста деп кеңес берді. Мен тісімді таңертең және кешке тазалаймын. Көз дәрігеріне бардым. Ол көзімді тексерді. Көз дәрігері компьютерде көп отырма, теледидарға жақын отырма деп кеңес берді.
Менің тістерім таза, көзім алыстан да, жақыннан да жақсы көреді. Отбасы дәрігері маған сенің денсаулығың жақсы, жарайсың деді. Ал сен емханаға барасың ба? Сұраққа жауап беріп, өз мұғалімдеріңе жауаптарыңды айтыңдар. Ал енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Емханада қандай дәрігерлер бар? Олар нені тексереді? Дәрігерлер саған қандай кеңес берді? Сен тісіңді күніне неше рет тазалайсың? Сен жыл сайын тексеруден өтесің бе? Осы сұрақтарға жауап жазып жіберіңдер. Балалар, қызықты дерекке назар аударайық. Неге дәрігерлер ақ халат киеді? Дәрігерлер неліктен ақ түсті халат киеді? Дәрігерлердің қызыл емес, сары емес неліктен дәл ақ түсті халат киетіні жайлы ойланып көріп пе едіңіз? Ақ халат жайлы ең алғаш рет 18 ғасырдың екінші жартысында айтылды. Оған дейін дәрігерлердің униформасы алжапқыш пен қолғаптан ғана тұрды. Дәрігерлердің ақ түсті киім кию керектігі туралы алғаш рет ағылшындар айтты. Ағылшындық дәрігер Джозеф Листер ақ түсті киімнің антисептикалық қасиеттері жайлы тұжырымдама жасап, осы тақырыпта ғылыми полемика бастады. Сондай-ақ өткен ғасырда ақ халатына қарап дәрігердің шеберлігін, жасаған операциясының сапасын ақ халатына тиген қан дақтарына қарап анықтайтын болған. Оның үстіне колориметрияның түстерді зерттейтін ғылымның айтуынша, ақ түсті адамды жұмысына бар ықыласымен берілуге, ашықтық, ойдың толыққандылығына, жинақылыққа, тазалыққа бағыттайды. Яғни, науқастарға жақсы әсер етеді, дәрігерлерге деген сенімін арттырады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, дәрігер ақ түсті халат кисе, қателікті аз жасайды. Ақ түс жұмысына жауапкершілікпен, адалдықпен қарауға, адамдардың өміріне жауапты екендігін сезінуге көмектеседі. Ал балалар, екінші тапсырмаға көшейік. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жаз, сөз екпінін қойып оқы, мәтінді екінші жақтан баянда. Мысалы, мен емханаға бардым, сен емханаға бардың. Мәтіннен үстеу сөздерді тап, түрлерін ажырат. Бұл тапсырманы өте жақсы орындады деп ойлаймын. Өз мұғалімдеріңе көрсетіңдер. Келесі үшінші тапсырма. Суретке қарап, сөйлем құрап жаз. Оқиғаларды сипаттап жаз. Дауысты дыбыстардың астын сыз. Балалар, мен сендерге көмектесейін. Бірінші сөйлемде ненің суреті көрсетілген? Әрине, емхананың. Сондықтан сөйлемді былай жазамыз. Бүгін мен емханаға бардым. Дәрігер менің жүрегімді тексерді. Ол менің тісімді тексерді. Менің тісім ауырады. Балалар, мен сендерге сөйлем құрауға көмектестім. Ал енді сендер дауысты дыбыстардың астын сызып, мұғалімдеріңе жіберіңдер. Балалар, төртінші тапсырмаға назар аударайық. Көп нүктенің орнына жақшадағы қажетті сөзді жаз, ой екпінін қойып оқы. Бірге жазайық. Бірінші сөйлем, Әнелдің басы ауырды. Екінші сөйлем, ол емханаға барды. Оны кім қарады? Отбасы дәрігері қарады әрине. Дәрігер Әнелдің жүрегін тыңдады. Ол Әнелдің ыстығын өлшеді. Әнелге қалай ойлайсыңдар, не берді? Ірімшік пе, құрт па? Әрине, дәрі берді. Дәрумен ішуге не берді? Кеңес берді әрине. Өте жақсы жаздыңдар деп ойлаймын. Тапсырмаға назар аударыңыздар. Сабақтың басында мен сіздерге айтып кеттім. Үстеу сөз табы етістік сөз табымен тіркеседі дедім. Қазір сіздер осы екі сөз табын сәйкестендіріңіздер. Ояндым. Қашан? Таңертең.
мезгіл үстеуі. Қуанды қалай, балаша, сын қимыл үстеуі. Оқимын қайда, мектепте, мекен үстеуі. Қуандым қалай, қатты, қимыл сын үстеуі. Келді қашан, кеше, мезгіл үстеуі болып келеді. Үйде орындайтын тапсырма 10-шы тапсырма 7-ші бетте. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, ортасындағы смайлик. Ал егер мен бүгін сабақты кішкене түсіндім десем, сол жақтағы смайлик. Бүгінгі сабақты мүлдем түсінген жоқпын десеңдер, онда оң жақтағы смайликтің суретін салыңдар. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.